Дубайда жүрмін ғой. Чимкенттің Дубайы. Сіздер білесіздер ме мына товарларды? Корея көлік құралдарының товары бүкіл Қазақстанға таратады. Сізді түсірсем бола ма? Конечно. Мынау Сәкен деген бауырымыз, алхамдулилlah, осы кәсіпті бастап жатыр. Қазір Шымкент қаласында Құрсай елді мекенінде, Тұран ауданы яғни. Мынандай кореялық көлік құралдарын оптовый, Қазақстан бойынша ең арзан және қол жетімді, сапалы, оригинал бағада қажет болатын болса, осы кісіге хабарлассаңыздар болады. Инстаграм бар сізде, иә? Инстаграм парақшаларын қалдыратын болам. Бүкіл, по-моему, Қазақстан алып отыр, тек қатын көпір емес, иә? Қазақстан алып отыр. Тек қатын көпір емес, бүкіл Қазақстан алып отыр. Алхамдулилlah. Қазақстанның Чимкенттің Дубайы ғой. Көлік құралдарының несі андай? Мазараты ма? Құрметті оқырмандар, 6 мың клиенті бар екен. 6 мың клиенті бар екен. Оның барлығы шыншылдықпен келеді, білесіздер. Қай жерде алдау, арам тірлік болатын болса, ол жерде береке жоқ, білесіздер. Алхамдулилlah, алдамайды. Өзімнің бауырым, өзімнің күйеу балам десем де болады, інім десем де болады, қалай сөйлессем де жарасады бұл кісімен. Шымкент қаласында қазір Инстаграм парақшасын белгілеймін, иншалла алдамайды. Шыншыл адамдардың бірі. Сіздерді лақтырмайды. Мен арқылы сеніп, ақшаларыңызды салып, иншалла емін-еркін товарларыңызды, заттарыңызды алдыра берсеңіздер болады. Қажетті товарларды тауып бересіздер ғой? Заказбен алып береміз. Жаңа запчастарды да, егер болмай қалса, заказбен алып беретін. 10 күнде алып береміз. 10 күнде любой затыңызды алып береміз. Машалла. Машалла, Алла разы болсын. Мынау қазір біз Құрсай елді мекенінде тұрмыз ғой. Анау Жібек жол базар. Жібек жолын білесіздер ғой? Овощ сататын ше, овощ сататын. Мына жақта тойма бірдеңе батыр. Мына жақ Қазығұрт. Мына жерде трасса бар, Алматинский трассы. Мына Алматинский трассадан кірсеңіз, мына жерде қазір местоположениесі бәрі көрсетіліп тұрған болар Инстаграм парақшасында. Иншалла осы жерден келіп алатын боласыздар, Алла қаласа. Үлкен склад, бүкіл қатын көпір демей ақ қойыңызшы, бүкіл қазақ елі алып отыр.